Бас мүфти Мысыр Араб Республикасы парламенті сенатының төрағасы Абдел Уахаб Абдел Разехпен кездесті. Республикалық бас мешітте өткен басқосуда екі ел арасындағы рухани әрі тарихи әріптестік жөнінде сөз қозғалды. Наурызбай Қажы Тағанұлы Қазақстан-Мысыр байланыстарының тамыры тым тереңде жатқанын атап өтті. Каирдегі Аз-Захир бейбарыс мешіті етене жақын қарым-қатынастың бір рәмізі екеніне тоқталды. Сонымен қатар қазақ жастары Мысырға барып, әйгілі Әл-Азхар университетінде діни білім алатынын жеткізді. Әңгіме барысында мысырлық ғалымдар Қазақстанға келіп, Нұр Мүбәрак университетінде, Хусамуддин Әс-Сағанақи институтында, сондай-ақ медресе колледждерімізде дәріс беретіні қамтылды. Ал мәртебелі қонақ мемлекеттік сапармен келген делегацияны құрметпен қарсы алған үшін бас мүфтиге ризашылығын білдіріп, алғыс айтты. Бас мүфти Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының тиімді басқару департаменті басшысы Айнұр Баймырзаны қабылдады. Кездесуде жастардың экстремистік және деструктивті діни ағымдарға қосылуының алдын алу мәселелері талқыланды. Наурызбай Қажы Тағанұлы елімізге пайдалы әр істі қолдайтынын жеткізді. Сондай-ақ жас буынның жат діни ағымдар жетегінде кетпеу үшін атқарылып жатқан жұмыстарды таныстырды. Мүфтият жанынан құрылған жастар кеңесінің жобалары жөнінде мәлімет берді. Басқосу нәтижесінде тараптар жастарға қажетті істерді бірлесіп жүзеге асыруға уағдаласты. Ел үлесі пәтерге жобасы аясында 772 баспана Қарағанды облысының тұрғынына берілді. Яғни көп балалы әрі жалғыз бастана өңірдің Абай ауданында үйлі болды. 2 бөлмелі пәтер кілтін алған ол ел жұртқа демеушілерге алғыс айтты. Айта кетейін, ел үлесі пәтерге жобасын мүфтиятқа қарасты Зекет және қайырымдылық қоры жүргізіп келеді. Аталған іс-шараға аймақтың бас имамы Ертай Айтуғанұлы, аудан имамы Асхат Қанайұлы, аудан әкімінің орынбасары Еркебұлан Серік қатысты. Сондай-ақ Зекет және қайырымдылық қорының облыс бойынша жауапты маманы Асылхан Рахымжанұлы да осынан табылды. Олар қуаныштан жүзі бал бұлжанған көп балалы ананы құттықтап, шаңырағына бақ береке тіледі. Алматы орталық мешітінде үлкен қажылыққа баратын азаматтарға арналған семинар өтті. Онда шаһардың бас имамы Төле би Оспан бастаған дін қызметкерлері қажылықта атқарылатын құлшылық шарттары мен жасалатын дұғалар жөнінде толыққанды мәлімет берді. Яғни ихрамға кіру, тауап жасау, Сафа мен Мәруа арасында жүгіру, тағы басқа ғибадат түрлері қамтылды. Бұдан бөлек мамандар қажылық визасынсыз, заңсыз жолмен қажылыққа бармау керектігін ескертті. Сондай-ақ қажының рухани келбеті тақырыбы сөз болды. Яғни ұлы сапардан кейін қажы атына лайық болу, көркем мінез, парасат, имандылықты сіңіру керектігі айтылды. Бұл сапар, бұл саяхат емес, бұл демалыс емес, барып көреміз. Сол елдің жаңағы елде болған жерде бізде демалармыз дейтін жер емес. Бұл ғибадат, бұл құлшылық. Сол үшін бұл құлшылықтың, бұл ғибадаттың орындалу тәртіптері, шарттары орындалмаса, толық болмай қалса, онда өкінішке орай мұсылманның жаңағы дәретсіз намаз оқығанынан қайта намаз оқу керек сияқты қажылықты қайта өту міндет болып қалады. Қасапшылық сауапты һәм жауапты іс тақырыбында онлайн-офлайн семинар өтті. Іс-шараны бас мүфтидің тапсырмасымен халал даму стандарттау және сертификаттау мекемесі ұйымдастырды. Жиында мамандар құрбан шалудың шарғи үкімдері мен талап шарттарын кеңінен түсіндірді. Яғни халал стандартқа сай мал бауыздау және ет өңдеу шарттары баяндалды. Айта кетейін, бас қосуға уағыз-насихат бөлімінің басшысы Батыржан Берденұлы, халал даму мекемесінің директоры Айбек Асқарбекұлы қатысты. Сондай-ақ семинар жұмысына шариғат және пәтуа бөлімі мен ветеринар санитария ісінің мамандары атсалысты. Өңірлердегі жергілікті бақылаушылар мен технологтар, қасапхана қызметкерлері онлайн форматта қосылды.